Капшагай қаласы орта мектеп гимназияның 3-ші сынып оқушылары Кашанов Қанағат. Бақыт Айша. Жетекшіміз Маженова Лаура Омарғалиевна. Дәнді батарейкадан немесе көкөністер мен жемістердің энергиясын пайдалануға арналған жоба. Қазіргі кезде дәстүрлі энергия көздері ретінде органикалық отын, яғни көмір, мұнай, газ пайдаланылады. Табиғатта олардың қоры шектеулі, олар ерте ме кеш пе таусылады. Бүгінгі таңда елімізде балама қуат көздерін пайдалана отырып, электр қуатын шығару мақсатында жан-жақты бетбұрыс басталды. Мысалы, жел күшінен электр энергиясын алуға болады. Біз бұл жобада таңғажайып энергия көздерін іздестіру мақсатында көкөністер мен жемістердің электр қуатын алу мүмкіндігін зерттейміз. Ол үшін бізге жемістер, Мұшталған шегелер, жалағыш сымдар, наждақталған қағаз, диодты шам және вольтметр қажет. Біз лимонымызды дайындап алдық. Енді біз шегелерімізді наждақталған қағазға тазалаймыз. Біз шегелерімізді тазалап алдық. Енді оларды лимондарымызға қадаймыз. Бір жеріне мырышталған шеге, бір жеріне мұсталған шеге. Арақашықтықтары алыс болмауы тиіс. Бірінші лимонның мырышталған шегесін, екінші лимонның мұсталған шегесіне жалғаймыз. Сөйтіп тізбекті жалғастырамыз. Біз тізбегімізді біттік. Енді соңғы лимондағы мырышталған шегені, ал бірінші лимондағы мұсталған шегені вольтметрге жалғаймыз. Біздің 10 лимонымыз 0,9 вольт көрсетіп тұр. Енді диодты шамымызды жағып көрейік. Алақай жанды. Біз дәл осы тәжірибені ки위мен жасап көрейік. Біздің ки위леріміз 2,5 вольтты көрсетіп тұр. Енді диодты шамымызды жағып көрейік. Өздігімізден тәжірибе жасаған бізге қатты ұнады. Теория жүзінде болуға тиісті нәрсе іс жүзінде жүзеге аса бермейді екен. Біздің көкөністеріміз бен жемістеріміздің қуаты 4,5 вольттық шамды жағуға жетпеді. Біз нәтижеге жетпейінше сынағымызды тоқтатпаймыз.